Достар, біз бүгінгі видеода жалпы Гаренаның алдағы уақытта қосатын сыйлықтарын көретін боламыз. Так, ал ендеше алдыңғы жеңімпазы дәл осы бала. Егер де сендер осы бала сияқты жеңімпаз атанғыларың келсе, ендеше маған тіркеліп осы видеоға лайк бас, және осы видеоның 1 секундына жібермей соңына дейін көр, өйткені видеоның кез келгенде құпия сөз болады. Және де айтпақшы, тағы да бір ескертетін жағдай, егер де видеоны өткізіп көретін балдар болатын болса, ендеше олар құпия сөз тапқанмен жеңімпаз атанбайды. Сол үшін видеоны 0 секундтан последний секундқа дейін көруді ұмытпаңдар. Так, ал ендеше біз список желания кіру үшін ең әуелі осы ID теру арқылы менің профиліма кіреміз. Так, одан кейін әрине список желания кіреміз. Бізде бірінші дәл осындай стенкіға скин. Ойлап қараңдаршы, короче, граффити деген дәл осындай стенкіге скин шаткен. Пайден бір қабырғаға салынған сурет сияқты көріп отқандарындай. Жалпы бізде Субайзуп деген ойынға былай шамалы келеді, но былай қатты ұқсамайды екен. Так, ал енді бізге келесі нәрсе ол әрине мынандай очки пика деген дәл осындай керемет эмоция. Так, бұл нәрсе не деп отырсыңдар? Ендеше бұл нәрсе жалпы мына жақта біз мысалы профилға бүйтіп шығамыз ғой. Міне ведь профилға кірген кезде, міне, короче, бізге осыға кіреміз. Так, мына жақта неге ашпай тұр. Так, короче, мына жақта бір ашатын зат болу керек. Бізде, так, ашатын қалайынан көрінбей тұр. Мына, короче, штурмовик деп тұр ғой, типа осыны яқтан типа сендердің очко жинағандарың жаңағы эмоциядан көрініп тұрады. Біз міне спешиалға міне дәл осылай көрініп тұрады. Ал енді бізге келесі нәрсе, бізге мынандай болттың тұратын осында және күннің осында эмоциясы. Так, додж и солнце деп қойыпты, яғни күн мен бұлт деген ба, сонда қалай? Ошым сондай нәрсе екен. Так, бүй тартқанда күн шығады екен. Бізде әрине келесіде бізге ойланыш ножға, ножба, но не нәрсе. Короче, пистолет па, ножба, ошым бізге осындай бір скин шығады екен. Кинжал деген, сонда бұл не нәрсе, мен түсінбедім. Мынау ножба, но походу мен қателеспесем бұл ножға скин болу керек. Осы уақытқа ножға енді мынандай, міне нож. Короче, ножға осы уақытқа мынандай жалпы керемет скин көрмеппін жалпы мен. Ойлап қараңдаршы. Так, короче, мен алдында айттым, сол ландқа қатысты заттар. Бізге келесі мынандай кинетический дровашқа осындай өте керемет скин шығады екен. Бұның навик дансика орын 1 скорс минус екен. Міне қолға ұстағанда дәл осындай болып тұр екен. Бізде келесі нәрсе осындай жалпы баннер, яғни фон. Фонға, короче, осындай скин шығады екен. Бұл да походу алдағы уақытта бізге бір коллаборация болады, соған қатысы шығатын фон секілді. Ал енді келесі мынандай өте көрдіңдер ма? Кон кубка бо дейді. Сонда бұл қалай 6-шы сезондағы бонның фоны ма, не нәрсе ол? Жалпы білесіңдер ма? Егер де білетін болсаң, давайте комментарияға жазуды ұмытпаңдар. Ал бізде келесіде ойланаш. Мынандай, короче, пандаға көрдіңдер ма? Осындай өте әдемі набор шығады ғой. Бізде, короче, үсті осылай екен. Потом мынандай, так, потом пайы нормальный, аяп күйіні де былай ондай қатты мықты емес. И басы прикольный көрдіңдер ма? Аузына, короче, мынандай панданың, яғни бамбук ағашының жапырағын тістеп тұрады. Енді ана пайы былай келеді. Негізде бізде Рагнарёктың наборы ғой, аузын шөп тістеп тұратын. Типа дәл соның мына панданың аузына бамбук тістетіп қойған. Былай енді қатты бірдей емес, но былай ұқсайды бір-біріне. Ал бізде келесі нәрсе осындай набор Королева Пустини деген дәл осындай набор шығады екен. Так, бұл қыздарға арналған набор. Бұның үсті, короче, осындай екен. Пайде бұл египетский набор ұқсайды. И пото осылай, аяпки мынандай, и маскасы, короче, мынандай екен. Яғни бұл пайде египетский, короче, заттары бар ғой, оны білесіңдер. Көріп отқандарында басында мынандай жыланы бар екен. Көзі мынандай екен, көрдіңдер ма? Көзі әдемі жалпы, негізінде. Ал енді бізге келесі нәрсе ол әрине бізге дәл осының олтыры. Көрдіңдер ма олтырын? Короче, үсті осылай поты мынандай аяпкені маскасын көрдіңдер ма? Маскасының өзі кәдімгі қорқынышты көрінеді екен, әдемі пайде. Жалпы егерде осы набор шығатын болса, мен сендерге осы наборды алуға жалпы кеңес берем. Ал енді бізге келесі әрине мынандай набор шығады екен. Бұның астында, короче, бір арстанның бір елес сияқты түрі ма осыны тұрады екен. Так, бұның аты карканет тені дейді, верхте үстіне киетін жалпы набор екен. Енді бұның асты поты көрінбейді. Әзірге мен осы үстін ғана таптым. Егер алдағы уақыттарда осыны тауып отсам, сендерге көрсетіп кететін боламын. Бізге келесі мынандай звук, бұл енді технология деген звук бізге әлі шықпаған, яқта көресің, звугы естілмейді. Енді бұны білесіңдер, жалпы алдағы осы бір пайди бір 2-3 айдың көлемінде ма бізге осы тренд болған, қазіргіде бар, жалпы даже бұған фон звукта шыққан екен.
Ал бізге келесі мынандай значок екен. Бұл значоктен білесіңдер, осындай кулакқа байланысты значок, кулакка деп қойыпты. Осындай бір значоктың түрі шығады екен. Әрине, короче, мынандай кереметтей жалпы эмоция тұрады. Аспанға екі алма лақтырады, басына түсіп, ас төбесінен бір жұлдыздарды шығарып жүреді екен. Мынандай жалпы эмоцияның түрі шығады. Көрдіңдер, мына қолындағы Бермуд картасы ма? Бермуд ба? Қандай карта? Қолындағы білесіңдер ме? Қандай карта жалпы? Альпа ма? Қандай карта? Короче, мынандай чтение карты дейді. Осындай бір эмоция шығады екен, типа картаны зерттеп атқан секілді. Бізде келесіде, короче, мынандай дустолкыға скин шығады екен. Бұның аты жалпы бунтар деген скин екен. Бұның навигін көрдіңдер ма? Әдемі навигін қарсы. Скорость 2 дейді. Бронебойность, дальность минус. Сонда тани қашпайды, но былай әдемі скен, еще легендарный скен. Бұны қолға ұсталады, өйткені эффектлері бар жалпы. Ал бізде келесі мынандай катанаға жартысы от и жартысы мынандай мұзба сума, в общем, осындай скен шығады екен. Так, қолға ұстағанда, короче, осылай тұрады екен. Өте әдемі скен жалпы катаналарға шығатын. Ал бізге келесіде мынандай аватарка шығады. Аватарканы аты Усайо дейді. Сонда бұл жалпы білесіңдер ма, бұл қандай аватарка? Сонда бұның Усайо деген бір қыздың аты ма, не нәрсе? Давайте білетін болсыңдар, комментарийға жазуды ұмытпаңдар. Бізде келесі аватарка, әрине ол осындай аватар, кристаллический дейді. Мынау енді көріп отырсыңдар, бұл жақта Килидің аватаркасын типа кристальный қылып шығарған сияқты. Өйткені мынау пайда Килидің аватаркасын сәл ғана бұрған, но бай түрін барлығы, шашыны енді барлығы Кили болып тұр. Ал енді бізде, короче, мынандай жалпы аватарка шығады екен. Так, Тарс деме, Тарс Венне золота дейді. Сонда бұл не нәрсе? Бұл жапырақ, алтын жапырақ деген ма? Қалай бұл Тарс Венне деген не нәрсе? Давайте жазып кетуді ұмытпайық. Енді бізге, короче, мынау аватарканы, енді бұны жалпы білетсіңдер, жалпы олттар болсын біледі енді. Казигировтар да мүмкін білетін шығар. Так, Соянара деген аватарка екен. Бұны енді анау біреттегі ана ID бар есе, 1-ден 8-ге дейінгі ID дәл осы игрок осы аватарканы үнемі тағып жүретін еді. Ал бізге келесіде мынандай тағы аватарка шығады. Бұл енді Кес деген аватарка, King of Shot дейді. Осындай жалпы аватарка жатқан. Золотистыймен кәдімгі кес қып әдемі өте керемет, типа логотип сияқты істеген екен. Және де осындай аватарканың түрі шығады. Жалпы бұда 4 King of the King дейді. В общем, осындай аватарка шығады екен. Енді бұл аватарка қатты мықты емес алдағыларға қарағанда, бірақ жалпы негізінде жалпы енді жаман деуге болмайды бұл аватарканы. Әрине бізге келесі қыздарға, короче, осындай набор шығады. Енді бұл набордың жалпы үсті осындай екен. Пото пайди нормально, аяпкин ондай қатты мықты емес, шашы әдемі екен. Жалпы мен осы набордың жалпы қыздарға кеңес берем. Үсті пото, үсті пото және басы әдемі екен. Әсіресе бүйтіп есенес былай бірге бір атысқан кездерде өте ыңғайлы набор. Және де бізге ұлдарға дәл осындай набор шығады екен. Пайди бұл қыздың типі ұлтыры секілді. Үстін көрдіңдер ме? Үсті өте ыңғайлы көрдіңдер ме? Әдемі наборға мынау деген. Ал енді пото осындай, потының өзін көрдіңдер ме? Күшті набор жалпы, Ал аяп күйіні де әдемі, шашы да күшті екен. Жалпы бұл набордың полный наборымен кейсінде, бөлек кейсінде, қай жағын кейсінде өте любой сетпен жарасып кететін наборлардың бірі. Ал бізге келесі, так, ұлдарғаннан осы набор шығады екен. Үсті пайди нормальный, пото ондай қатты мықты емес, былай есіңізге киюге болады. Аяпке нормальный екен, очки ондай қатты мықты емес, шашы да ондай әдемі емес, егедесіндегі шашы ұнайтын болса, білмедім, бірақ маған ондай қатты ұнап тұрған жоқ шашы негізі. Ал бізде мынандай набор шығады екен. Енді бұл наборды мен айтпасында сендерге түсінікті шығар деп ойлаймын. Көріп отырсыңдар. Бізде ең алғаш бір қызыл набор шыққан болатын. Дәл соның просто так сетін өзгерті сағын көрінді ма? Светін. Көрінді, мынау үсті негізі қызылы болады. Мынаны сарық өзгерткенді, короче, мынаның пото пайде ақ болады, мынаны сәл қоңырлау өзгерткен, аяп кейінде қызылда болады. Басы қызыл, бірақ мына жақта қара түс қып қана өзгерті саған ойлап қарындаш. Әрине, және де мынандай азамның прическасын розовичке ойапты сағын көріндір ма? Мынан жалпы егіді сендерде болатын болса аларменде, давайте комментарийға жазуды ұмытпайық. Енді білмеймін, мынан енді жалпы ақша жоқтар енді бұны алатшар деп ойлаймын, бірақ негізі былай қарапсаң светі немесең былай
қалай түсін болады екен, білмеймін, енді өздерің көресіңдер, ұнаған болса аларсыңдар енді. Ал бізде келесі мынандай затты бар екен бізге. Сонда бұл жалпы не үшін шыққан? Красный колпак дейді. Колпак. Красный колпак дейді. Сонда бұл не? Короче, мынандай бір қалпақ па, шапка ма, осындай зат. Әрине бізге мынандай, короче, китайский бір сияқты бір аяқ кейін шығады екен, бір өйткені қытайлардың сәл оюлары сияқты бірден кейін тұр екен. Ал бізде мынандай дәл соның күртешесі, әрине одан кейін мынандай эмоция шығады, ойлаңдаршы. Заяц танец, сонда қоян бие деген ба, қалай, сонда мен түсінбедім. И короче, мынандай күртеше шығады екен бізге. Ойлап қараңдаршы. Мынандай күртеше шығады. Бұл күртеше енді көрдіңдер ма? Мына екеуі бірдей, разница жоқ, просто так светіне. Это любовь навсегда вверх дейді. Сонда қалай, мен түсінбедім. Любовь дейді. Мына қаяғы любовь айтыңдаршы, мына қаяғы любовь қойшы ұқсамайды да ғой мынау. Енді ең қызық нәрсе, сендер көрсін, бізге алдағы уақытта бір новыйдың оружие қосылады. F2000 деген оружие. Бірақ енді бұл әлі шыққан жоқ. Міне көресіңдер, бізге ашпайды даже. F2000 деген сиренный ужас дейді. Так, короче, осындай скин шығады екен, новыйдан шыққан оружие. Енді бұл оружиені қалай урон алады, және де оны нақты егер білетін болсаңдар, жалпы менің алдымда білетін болсаңдар, давайте комментарийға жазуды ұмытпайық. Енді білмеймін мынау оружиенің қаншалықты мықты болатынын. Ал ендеше жалпы бүгінгі видеода көрдіңдер, біз жалпы примерно 34-35-ке таяу енді оружиенің скинді жалпы алдағы шығатын заттарды көрсеттік. Егер сендерге қай зат ұнады, давайте соны осы видеоның комментариясына жазып, астына құпия сөзі және өздерінің телефондарыңды жазуды ұмытпаңдар.